Мен бұл оқиғаны айтуға көпке дейін батпадым. Екі баланың анасымын. Үлгілі әйел, тыныш отбасы бәрі бар еді. Бірақ бір түн, бір ғана әлсіздік менің бүкіл өмірімді өзгертті. Сол түні күйеуімнің ең жақын досы біздің үйде қалды. Ал таңертең мен өзімді танымай ояндым. Бұл менің ең ауыр құпиям. Менің атым Айнұр, 32 жастамын. Алматының орталығындағы жаңа пәтерде тұрамыз. Күйеуім Ербол екеуміз бұл үйді балалар үшін кредитке алғанбыз. Ербол инженер, таңертең ерте кетіп, кеш қайтады. Шаршап келсе де, балаларға әрдайым уақыт табады. Үлкен қызымыз Айым 8 жаста. Мектепте үздік. Кішкентай ұлымыз Арман 5-те. Балабақшаға барады. Өміріміз тыныш, қалыпты еді. Демалыста достар жиналады. Ерболдың ең жақын досы Нұрлан. Бала кезден бірге өскен. Нұрлан 35 жаста. 2 жыл бұрын ажырасқан. Қазір жалғыз тұрады. Әрқашан күлімсіреп жүреді. Маған да ерекше ілтипат танытатын. Кейде көз қарасы ұзақтау тоқтайтын. Қолымды ұстағанда сәл көбірек ұстап қалатын. Мен оны мән бермей, достың досы ғой деп жүре бердім. Бірақ жүрегімнің бір түкпірінде түсініксіз сезім болатын. Сол жазда Ерболдың туған күні өтті. Ол кеш бәріміздің өмірімізді өзгертетінін ешкім білген жоқ. Кешке достар жиналды. Аулада дастархан жайылып, музыка ойнап тұрды. Балаларды әжеме апарып қойғанбыз. Жаман суда болды. Нұрлан кешігіп келді. Қолында сыйлығы бар. Маған гүл ұсынып, жылы сөз айтты. Көз қарасы өзгеше еді. Мен әдетте аз ішемін, бірақ сол күні көбірек ішіп қойдым. Басым айналып, көңілім көтеріліп кетті. Нұрлан жиі қасыма келіп, әңгімелесіп жүрді. Түнге қарай қонақтар тарады. Үйде тек Ербол және Нұрлан мен қалдық. Ербол шаршағанын айтып, жатын бөлмеге кетті. Біз ас үйде отырып сөйлестік. Нұрлан ажырасуы туралы айтты. Көңілі босап, маған ішін ақтарды. Мен оған жанашырлық таныттым. Ол маған қарап, сен ерекше жансың деді. Сол сәтте жүрегім дүрсілдеп кетті. Жаман су ойымда әсіреткен еді. Әңгіме бірте-бірте тым жақын сипат алды. Ол маған жақындап, сезімін білдірді. Мен қарсы тұруым керек еді. Бірақ сол сәтте өзімді әлсіз сезіндім. Бір сәттік сезім бәрі араласып кетті. Шекарадан аттап кеткенімізді тек кейін түсіндік. Сол түні болған оқиғаның бәрі тұман сияқты. Ақыл мен ардың үнін жаман су басып кеткендей. Мен өзімді жоғалтып алдым. Бұл саналы шешім емес, бірақ жауапкершіліктен қашып құтылуға болмайды. Бір сәттік әлсіздік үлкен қателікке айналды. Таңертең көзімді ашқанда шок болдым. Болған жағдайды түсініп, өзімді жек көрдім. Дәл сол сәтте Ербол бәрін көрді. Оның көзіндегі күйзелісті, сенімнің күйрегенін ешқашан ұмытпаймын. Нұрлан кетіп қалды. Ал мен айнаға қарап өзімді танымай қалдым. Сол күннен кейін үйіміз өзгерді. Ербол ештеңе сұрамады, бірақ көз қарасы бәрін айтып тұрды. Үйде үнсіздік орнады. Балалар үшін ғана бұрынғыдай көрінуге тырыстық. Нұрлан хабарламалар жазды. Мен оны біржола бұғаттадым. Айлар өтті, бірақ ішімдегі кінә кетпейді. Бір сәттік әлсіздік бүтін бір отбасының іргесін шайқалтты. Мен сол түнді ұмытқым келеді, бірақ жүрек кейде өткеннің көлеңкесін қайта тірілтеді. Бұл менің ең ауыр құпиям. Бір ғана қателік кейде бүкіл өміріңе із қалдырады екен. Қазіргі таңда біз бір үйде тұрамыз. Бірақ арамызда көзге көрінбейтін қабырға бар. Кейде түнде оянып кетемін. Жанымда күйеуім, бірақ жүрегімде мәңгілік өкініш.
Адам бір сәттік әлсіздік үшін өмір бойы жауап береді екен. Егер сол кешке қайта оралу мүмкін болса, бәрін тоқтатар едім. Бірақ уақыт кері жүрмейді, ал құпия жүректе мәңгі қалады.